Рекс. Ассалаумағалейкум, бүгін біз... Кім қалайды? Ассалаумағалейкум, сіздермен тағы да мен Мырзабай дос және оператор. Так, дала салқын, шашымды алып едім жақында. Құлағымда қызарып кетті. 8,5 миллион теңгеге сізге 4 бөлмелі үй көрсетейін деп отырмын. Бүгін енді комментарий бөліміне сіз өзіңіздің пікіріңізді жаза кетсеңіз өтініш. Мына үйді қанша теңгемен аяқтап шығуға болады, қалай ойлайсыз? Сол туралы өзіңіздің пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз. Бәлкім сіз үй салудан опытыңыз бар шығар дегендей. Так, бұл бізде көріп жатқанымыз үйдің сыртқы қоршауы, воротасы, жасыл ворота и ұзына бойы забор ғой, короче. Біздің аула беттегі көрінісі мына бөлікте міне септикті қасып қойыпты. Примерно айтқанда бір кетеді 2 кольца бар шығар, 3 кольца келмей. Так, үйіміздің аула беттегі көрінісі міне мынадай. Жер көлемі бізде 8 соттық, қателеспесем. Так, 8 соттық жер, енді аулада осындай құрылыстың заттары жатыр. Алдағы уақытта времянка деген сияқты жаздық нәрселерге болмаса баня болу керек. Фундамент құйып қойған екен. Кіреберіс аймағы, оңға қарай бізде туалет және ванна. Так, ортаңғы бөлікте бізде холл. Планировкасы сізге ұнады ма, жоқ па, оны да комментарийға жаза кетіңіз. Так, мынау бізде көріп тұрғанымыз холлдың жанында ас бөлмесінің көрінісі. Оператор дұрыстап көрсетеміз. Мына бөлікте бізде холлдан жатын бөлме. То есть балалар бөлмесі ғой енді. Көрсетіп жүр. Так, залды көріп жүрейік. Бұл бізде зал. Әпетемі кең екен. Где-то бір 30-40 адам сият деп ойлаймын, қонақ шақырсаңыз. Анда бөлікте жатын бөлмесі. Көрсетіп жүр. Енді сіз қалай ойлайсыз? Мына үйді бітіріп шығуға қанша теңге қаражат кетеді? Комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Ал бұл үйдің қазіргі кездегі бағасы 8,5 миллион теңге. Сәл саудасымен. Рахмет.